Ата-ананы сыйлауға қатысты 35 кеңес. Ол кісілердің жанында телефоныңызды қоя тұрыңыз. Ол кісілердің айтқанын мұқият тыңдаңыз. Пікірлерін құп көріңіз. Әңгімелеріне қатысыңыз. Құрметпен қараңыз оларға. Мақтаңыз оларды. Жақсы жаңалықтармен бөлісіңіз. Жайсыз жаңалықтарды айтудан аулақ болыңыз. Достары жайлы жақсы сөзде болыңыз. Олар жасаған жақсылықтарды үнемі жадыңызда ұстаңыз. Өткеннен жайсыз шақтарды ілестіріп жүруден сақ болыңыз. Егер олар айтқан нәрсесін қайталап айтатын болса, тыныш отырып, алғаш тыңдағандай тыңдаңыз. Ол кісілердің көзінше бөтен әңгімеден аулақ болыңыз. Олардың пікірін елемей, сынға алушы болмаңыз. Сөйлеген уақытында сөздерін бөлуден сақтаныңыз. Қасында отырған сәтте әдептен озбай мәдениетті отырыңыз. Жастарын сыйлаңыз. Ол кісілердің көзінше немерелерін шекіп ұрсудан аулақ болыңыз. Насихаты мен кеңестеріне құлақ салыңыз. Өз ортаңызда лайым көшбасшы етіңіз. Оларға дауыс көтермеңіз. Олардың жолдарын кеспеңіз. Олардан бұрын асқа қол созбаңыз. Оларға алайып қарамаңыз. Оларды мақтан тұтыңыз. Тіпті олар оған лайықпыз деп есептемесе де. Оларға теріс қарап отырмаңыз. Олар жайлы еш уақытта жаман айтпаңыз. Олар үшін үнемі дұғада болыңыз. Олардың көзінше шаршаңқы, зерігу кейпін танытпаңыз. Олардың қате кемшіліктеріне күлмеңіз. Қажеттерін сұрамастан бұрын өтеп отырыңыз. Жиі қалдарын сұраңыз. Олармен әңгіме барысында абайлап сөйлесіңіз. Оларды өздеріне ұнаған жұмсақ атпен атаңыз. Оларды өміріңіздегі ең басты, қымбат жандарға айналдырыңыз. Ата-анамыз осы өмірдегі ең қымбат қазынамыз, және осы қазынамыз сіз ойлағаннан да ерте жерленетін болады. Сондықтан оларды көздері тірі кезде сыйлап, құрмет қошеметке бөлейік. Қадірін білейік ағайын.